Apay salamat. Саламатсыз ба? Salamat apay. Сіз кімсіз? Не ғой апай? Я айта беріңіз, тыңдап тұрмын. Менің жағдайым нашар еді. Жағдайым жоқ еді. Соған көмектесе аласыздар ма? Ақшалай болса ақшалай, киімдей болса киімдей көмек қол ұшын беріңізші. Жағдайым жоқ еді. Құдай-ай. Ақшалай ақшалай болса жүдә жақсы болар еді. Қол ұшын беріңізші апай. Не, дұрыс қой, түсініп отырмын бәрін. Бірақ біз анау жылдың басында бәріміз бір айлыққа қарап отырмыз. Әлі айлық алған жоқпыз. Өзіңіз жеңіл киініп алыпсыз. Жоқ қой, апай, сол киімді. Ауырып қаласыз ғой, бүйтіп жүруге болмайды ғой. Мен күйеуім шалбар бар. Егер болса соны берейін сізге. Киім ба? Иә, шалбар бар. Беріңізші апай, қол ұшын беріңізші. Сондай ауырасыз ғой, Құдай-ай. Менен қайтпаса Құдайдан қайтады ғой. Иә, қазір қайда қойдым мен оны? Қазір міне, иә. Міне. Мына шалбар ғой. Бұны бір 2-ақ рет кигенде күйеуім. Жаңа шалбар ма? Жаңа. Просто мына ау сәл жыртылып қапты. Соны өзіңіз тігіп киіп аласыз да, қабаттамен жаурап жүргеннен гөрі әйтеуір. Ау жыртылып қалған ба не? Жыртылып қапты, соны сәл жылы болады дегенім ғой, тігіп киіп алыңыз енді өзіңіз. Сонда сіз маған жыртық шалбар беріп жатсыз ба? Мені кім деп тұрсыз? Ауын тігіп қойыңыз. Мен қазір жарты сағатта айналып келем. Жыртық шалбар беріп жатыр ғой еще. Ақыр бекерге отырсыз ғой. Тігіп қойыңыз ауын. Жарты сағатта айналып келем.